Рахмет әріптестер, эфирде Айбат жаңалықтары, Айбат жаңалықтарымен таныстыратын мен Айбек Намазбаев. 4-5 жылдан кейін облыс пен қала әкімдерін үкімет тағайындамай халық сайлайтын болады. 2 рет президенттікке үміткер болған Жамбыл Ахметбеков осылай дейді. Бірақ коммунист ауыл әкімдерінің сайлауы әділ өтеді дегеніне сенбейді. Жалғас Сейнолла тарқатады. Бізде сайлау деген сенімді тәуекелге қоятын даулы мәселе. Ал ауылдық округта мұндай талас болмайды деп ойлауға болмас. Себебі 100 түтіні бар елді мекенде де миллиардтар айналып жатыр. Ауылдық округтың бюджетіне 5 салық түрі және 10-ға жуық салықтық емес түсімдер түседі. Ауылдық округтың бюджеті 1 миллиард теңгеге жетеді. Биыл 2346 ауылдық округке сайлау өтеді. Онда біздің елдің 7,5 миллионнан астам тұрғыны тұрады. Енді осы 1 миллиард теңгені 2,5 мың ауылға көбейте беріңіз. Қош, қаржысымен. Депутаттар ауыл әкімдерін халық сайласын деген президент тапсырмасының күл талқанын шығарды деп, мамин мұрындық болған үкіметті айыптап отыр. Қазіргі отырған әкімдердің сайлауға қатысуы да сенімсіздік тудырады. Олар әкімшілік ресурстарды іске қосады деген күдік басым. Мен біздің үкіметтен осының бәрін не үшін істеп отырсыңдар деп сұрағым келеді. Олардың әрекеттері тезірек осы сайлаудан құтылайықшы дегенге ұқсайды. Ауыл емес, қала мен облыс әкімдерін неге халық сайламайды деген сұрақ бар. 2 рет президенттік сайлауға түскен Жамбыл Ахметбековке сенсек, саясаттың бағыты соған келе жатқан көрінеді. Әкімдерді сайлап алатын болсақ, содан қалай халық қалай қабылдады, және оның тетіктері қалай өтті, механизмдары дұрыс болды ма, қандай заңға өзгеріс енгізу керек, қандай заңға толықтыру енгізу екені ол сарапталынады. Ол сарапталғаннан кейін барып, келесі деңгейге менің ойымша ол бір 4-5 жылдың шамасында болуы ықтимал. Айтып айтпай не керек? Ауыл әкімдерінің сайлауына бюджеттен 17 миллиард теңге бөлініпті. Бірақ халықтың жартысы тұратын ауылдың қордаланған мәселесі осы реформадан шешілетініне күмән көп. Жалғас Сейнолла, Нұрсұлтан Сәулет, Айбат жаңалықтар қызметі. Елордада күн сайын инфекциялық ауруханаларға 200-ге жуық адам түсуде. Қаладағы 14 стационардың жетпей қалу қаупі бар. 1225 адам, пневмониямен 147 адам, осылайша жүктеме қазір біздің стационарларымызда 70% болып тұр. ПТР-тесттің 56%-ында вирустың үндістандық штамына тән белгілер анықталған. Осыған байланысты қосымша қатаң талаптар енгізілмек. Саябақтардағы аттракциондардың жұмысына тыйым салынады. Қала күнін атап өтуге де шектеулер енгізіледі. Көрермендердің қатысуымен концерттік іс-шаралар өткізуге болмайды. Ал Нұр-Сұлтанда көпбалалы отбасыларға жалға берілген баспана қирап жатыр. Су жаңа үйдің қабырғасы сөгіліп, тұрғындар жөндеуден қажыған. Әлеуметтік көмекке күні қараған отбасылар шенеуніктерге шағымданудан да сескенеді екен. Ту сыртындағы мына тұрғын үйлерге осыдан 1,5 жыл бұрын ғана көпбалалы отбасылар көшіп келген еді. Талай жыл күтіп, таласып алған баспаналарға енді алтын күміс алқа иегерлерінің көңілі толмай отыр. Сырты жылтыраған мына су жаңа үйдің қабырғасы сөгіле бастаған. Қайта-қайта жамаудан қажыдық дейді жұрт. Баспананың терезелерде жылу сақтамайды. Үйдің жағдайы өте төмен. Қыс бойы есігімізден гулеп, кәдімгідей одеял жабылып қойып шықтық солай. Мен 10 баланың анасымын. Бұл үйді енді амалымыздың жоқтығынан алдық. Мен 20 жылдан кейін барып алып тұрмын. Арба сүйреп, сәби жетектеген аналар үшін тас төсеніште жүрудің өзі азап. Ауланың балалары велосипед теппек түгілі жоғарыға әзер көтеріледі. Әрең көтерілдік. Өздеріңіз көрдіңіздер. Ай сайын жалдау ақысын төлейміз. Өзгелер секілді біз де балаларымыздың қауіпсіздігін талап ете алатын шығармыз. Тұрғындар балаларын ойын алаңына жіберуге де қорқады. Ауланың әр бұрышында кішкентайларға қауіпті жерлер көп. Шұрық тесік балалар ойын алаңында мына тоқсымдарда ашық жатыр. Өткен аптада ғана еліміздің бірнеше аймағында балалар осы тоққа түсіп жарақаттанған болатын, бірақ Нұр-Сұлтан әкімдігіне бұл әлі сабақ болмаған секілді. Әкімшілікте істейтін бір кісіні баласын әкеліп осы жерге қою керек. Өзі келіп көрсін, қандай жағдайда баласы ойнай алады. Астананың қақ ортасында азап көрген тұрғындар пик басшылығына, мердігер компанияға талай шағымданған. Нәтиже жоқ. Ал шенеуніктер бұл үйдің босағасынан да аттамаған. Алмас Амангелді, Санат Иманғали, Айбат жаңалықтар қызметі. Ал Елордада Астана ЛРТ құрылысы қайта жанданды. Сақалды құрылысқа айналған жобаны ақыры қытайлық мердігер компания аяқтайтын болды. Көрші елден келген мамандар қазір құрылыс алаңына ірі техникалары мен жаңа конструкцияларын жеткізген. Олардың жұмыс кестесі әзірге белгісіз. CTS көлік компаниясының мәліметінше ол пандемияға байланысты өзгеріп отырады.
Ал енді спорт жаңалықтары. Футболдан Еуро чемпионатында Испания мен Франция ширек финалға өтті. Копенгагенде Хорватия Испанияға қарсы ойнады, ал Бухарестте Франция құрамасы Швейцария құрамасымен кездесті. Бұл Еуро 2020-дағы плей-офф кезеңінің ең нәтижелі ойыны болды. 14 гол соғылды. Жалғастырамыз. Грекияда саяхатшылардың келуіне рұқсат берілсе де туризм тұралап тұр. Ел шекарасы бір ай бұрын ашылды. Алайда әдетте ине шаншар орын болмайтын жағажайлар биыл бос. Көптеген мемлекет коронавирус кесірінен халықаралық саяхаттарға тыйым салған. Салдарынан былтыр Грекияның туризмнен түскен табысы 75%-ға азайып, шамамен 14 миллиардқа жуық еуро жоғалтқан. Елде саланы жандандыру үшін вакцинация қарқынды жүріп жатыр. Десе де кәсіпкерлер биыл экономиканың жанданып кететініне сенбейді. Әзірге мендегі жаңалық осы. Келесі кезекте Оян Қазақстан. Әріптестер, енді менің ойымша Еуро 2020-да чемпион немістер болатын сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар?